Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі видеода алма сірке суының ағзаға пайдасы және де онымен қалай салмақ тастау керектігі жайында айтатын боламын. Тақырып қызықтырса, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп өтіңіздер. Алма сірке суын қолдан майонез дайындауда, қияр тұздауда және теріні тазарту мен шашты жылтыратуда пайдаланатын білетін бе едіңіз? Алма сіркесін басқа қандай жағдайларда қолдануға болады? Дүкендерде жиі сатылатын сірке қышқылын емес, табиғи сірке суын таңдап алыңыз. Оның табиғи екенін ажырату үшін қаптамасында жазылған күштілігіне назар аударыңыз. Ол 4-5%-дан артық болмауы қажет. Егер алма сіркесі табиғи болмаса, жақсы нәтиже бермейді. Алма сіркесі калий, натрий, фосфор, мыс, темір, фтор, пектин элементтеріне және А, В1, В2, В6, С, Е, Р дәрумендерімен қоса басқа да пайдалы микроэлементтерге бай. Өнім соншалықты бағалы элементтерге бай болғандықтан, алма сірке суын біраз іске пайдаға жарата аламыз. Сумен араластырып ішу. 1 шай қасық алма сіркесін 1 стақан сумен араластырып ішіңіз. Ол артық салмақтан арылуға, бауырды тазартуға, қыжылдан құтылуға көмектеседі. Мен дәл өзім осылай жасап жатқаныма 3-ші айдың жүзі болды. Мен 2-ші бөтелкесін тауыстым. 3-шісіне заказ беріп, ары қарай емімді жалғастырып жатырмын. Нәтижесі өте керемет. Сіздер де тура осылай азғыларыңыз келсе, төменде описание бөлімінде менің телефон номерім жазылған, соған хабарласып, менен консультация алсаңыздар болады. 2-шісі бет терісіне күтім жасау. 1 бөлігі сіркеге, ал 2-ші бөлігі суға батырылған мақтамен бетті сүртіңіз. Нәтижесінде бет терісін сүртуге арналған тоник секілді әсер береді. Сірке суы терідегі ұсақ тесіктерді тарылтып, терідегі қабыну, безеу іздерін кетіруге көмектеседі. 3-ші шаш шаю. Алма сіркесі мен қарапайым суды 1-1 қатынаста араластырып шашты шайыңыз. Сірке суы шашыңызды жұмсартып, жылтыратады. Диетологтар арықтау үшін алма сірке суын былай дайындап ішуді ұсынады. 2-3 шай қасық алма сірке суын 1 стақан қайнаған сумен араластырасыз. Содан соң осы суды 3-ге бөліп, таңертең, түсте және кешкілік уақытта ішу керек. 1 стақан жылы суға 1 шай қасық алма сірке суын қосып, аш қарынға ішесіз. 1 шай қасық зәйтүн майына 0,5 шай қасық алма сірке суын қосып, аш қарынға ішеді. Және де 1 стақан майсыз әрі қышқыл айранға немесе сүтке 1 шай қасық алма сірке суын және бал қосып ішуге болады. Алма сірке суына су, айран, май қоспай ішу өте қауіпті. Сол себепті де өте сақ болыңыз. Ал барлығын дұрыс қолданған болсаңыз, тәбетіңіз басылып, салмақ тастай бастайсыз. Ескерту, дәрігермен кеңесіп алу қажет. Қандай жағдайда алма сірке суын пайдалану ұсынылмайды? Ол қышқыл көбейіп кеткенде, асқазанда жарасы бар немесе қабынып тұрған болса, остеопороз кезінде қант диабетіне шалдыққан жандарға.